В семье Шаймерденовых прибавление. На свет появился 5-й ребенок. Малышку назвали Багым в надежде на счастье после трагедии в январе. Отец Багым, 34-летний Абзал Шаймерденов, был застрелен во время январских событий. Последние 5 лет семья Абзала проживала в Мангистауской области. В январе этого года Шаймерденовы переехали в Кызылорду по работе. Затем в стране вспыхнули массовые протесты, и они уже не могли вернуться домой. 7 января Абзал отправился на встречу с друзьями. В это время считалось, что беспорядки в городе уже улеглись. Соңғы сөйлескенім 10:30 кезінде сөйлестім. Келатым деген үйге негізінде. Мен балдарым ары қарай сол шаруаммен шығып кеткен сияқты. Одан кейін телефоным өшіп қалды. Содан хабарласа алмай қалдым. Содан өшіп қалды. 10:30 кезінде мен соңғы сөйлескен тұғым. Келатым мен деген тұғым. Келатыр екен деп күтіп жаттым, бірақ енді ұйықтай алмадым именно сол күні. Таң ата үйдегі туысқандарым бәрі жетті келіп жатыр үйге. Өзім шошып кеттім. Оған соны жағдайды айтты. Негізі таң ата 3:30-4 кезінде моргке барған екен. По версии следствия, Абзал и его друзья не отреагировали на предупреждение полиции. После его гибели родственникам сообщили: мы стреляли только по машине. Машинеге теген машинеден артқа пассажирский жағында отқан баланың жүрегінен шығып, ана қасында отқан шопырдың иығына теген оқ. Ол қандай оқ екен, қайда мен білмеймін, ол дата сондай жаңағы тесіп шығатындай. Жүректен шыққан ғой, бірден жүректен. Үшеу оларды ұстап алып, ұрып соғатыр машине түсіріп алып, аналар неге тоқтамадыңдар деп. Не қасындағы балдарды. Сосын бар, мана өліп қалды дегеннен кейін бар, тоқтаған ғой милициялар. Әйтпесе ұрып соғып, сосын соғатырды. В департаменте полиции по Кызылординской области в действиях полиции не нашли состава преступления. Шаймерденовы обращались с жалобой и к президенту, но ответа не получили. Сенбеймін, ол әділдікті орнатпайды. Өз органның адамы, өз адамдары, ол оған ешқандай жаза да бермейді оған. Ойламаймын оған жаңағы жаза беріп, оны жаңа не алатындай. От өйді жаңағы оны тексеріп, жаңағы не қылмаған, ол бізге көрсетпеген адамды оған жазалай ма оны. Бізге көрсетіп отқан жоқ қой. Сол күні қызметте осы кісі болды деп бізге көрсетіп отқан жоқ. Айтып отқан жоқ оны. Аты жөнінде айтып отқан жоқ. Иә, сол машинаны ғана тоқтату мақсатында аттық деген әңгіме айтады. Тоқтату мақсатында аттық. Дөңгелекке аттық дейді. Дөңгелекке атса ол қалай ол машине? Мирные митинги в Кызылорде начались 4 января и уже на следующий день обернулись массовыми беспорядками. По официальным данным, во время этих событий погибли 26 человек. По данным правозащитников, уголовные дела по фактам гибели граждан во время январских событий расследуются медленно или не расследуются вовсе. Власти до сих пор не огласили имена 238 погибших.